Бауыржан Момышұлының балалық шағын баяндаған, өскен, тәрбие алған ортасын суреттеген өмір баяндық шығармасы «Ұшқан ұя» мемуарлық романы оның жазушылық шеберлігін танытқан. Алғашқы шығармасы «Ұшқан ұядағы уақыт кезеңі» Кеңес өкіметі қалыптасуының алғашқы жылдары шығармаға автордың балалық шағы арқау болған, өзінің ес біле бастаған кезеңінен мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі өмір әңгімеленетін романда күллі дүние автордың өзіне ғана тән көркемдікпен суреттеліп, бала Бауыржанның қабылдауы сезім түйсік арқылы өтеді. Қалың халық ортасында, қарапайым отбасында туып өскен, жастай шешеден айырылған, әжесінің қолында тәрбиеленген Бауыржанның алдымен тұлға ретінде қалыптасу үшін басты фактор өзінің түлеп ұшқан ұясы. Сондықтан да жазушы өз отбасын әр қырынан танытуда үлкен шеберлік танытқан. Ұшқан ұядағы жылы сезімді образ Бауыржанның әжесі қыз тумастың бейнесі, айнала ортаның ащы өмірдің, қатал тағдырдың азабының бәрін бастан кешіп, төтеп бере білген саялы қыз тумас әже, қазақ салт дәстүрлерін бойында сақтаған, достық пен бірліктің, адамгершілік пен отбасының қадірін ұғынған және соны ұрпақтарына, әсіресе сүйікті немересінің жүрегіне бала кезден бастап еге білген ел анасы. Одан басқа Бауыржанның әкесі Момыш, немере ағасы Момынқұл, әпкелері Үбиян, Алимандар да өзіндік бейнелерімен айрықша дараланады. Бұл шығарманы тек ғұмыр баяндық роман деп емес, қазақ халқының этнографиялық шығармасы деп атауға болады. Романда қазақ ауылының көрінісі, салт дәстүрлі, өмірлік ұстанымдары, дүниеге көзқарасы байыпты да терең бейнеленеді. Сондай-ақ автор қазақтардың өміріндегі бет бұрыстың